Адамдар өздері қаламаса гипнозға түспейді. Гипнозға тез түсетін адамдарды сомнамбул деп атайды. Оны қалай анықтауға болады? Мысалға, қолыңызды былай бір-біріне кигізіңіз, қатып жатыр, шегеленіп қалды, қатып жатыр, ашайын десеңіз, аша алмайсыз десеңіз, сомнамбулдарда қатып қалады. Гипнотизер келмей, команда бермей, осы қолды аша алмайды. Осындай күйге тез түсетін адамдарды, оның енді техникалары көп, қолды көтеріп, түсіру деген сияқты, соған тез түсетін адамдарды сомнамбул деп айтады. Мысалға, жуа бересізде алма жеңіз десеңіз, алма жегендей жеп жүреді. Қан тексерген кезде алманың дақылдарын табады. Су беріп, мынау арақ ішіңіз десеңіз, адамдар мас болып арақ ішкендей болады. Қаннан арақтың алкоголь табады. Және де оянғаннан кейін шашыңызды тұрсайсыз, мотоцикл сұрайсыз менен, немесе тағы да нелер бар. Мысалға, мені әпкең көптен бері көрмеген, әпкең ретінде көріңіз деп, және мына қағаздарды беріп, мынау ақша деп сендірсеңіз, дүкенге барып, соған ақша деп бірдеңе сатып алғысы келіп жүреді. Емдік ретінде, мысалы, тұтығуды емдеуге болады, энурезді емдеуге болады, аллергияны емдеуге болады. Көптеген ауруларды емдеп, гипнотерапия жасап, қорқыныш, үрей, көп проблемалардан